Біз жаққа ауылдікі, мен Күршім районыныкі, аяғым баса алмайды. Кезінде мені бір 2000-нің басында ма охрана істеп екен. Танымаймын да. Ұмытып қаптым. Келіп, аяғы қытыры баса алмайды. Әкеңіз, аға сіздің ақшаңызда түкіріп жеттіп, мынаны көрейін дедім. Аяғына резинаны жақтым да, мен активно массаж жасадым да, банкіме лягушка бар. Сонымен жасап отырып сіңдірдім, салафанмен орап тастадым, кетіп қалды. Ол кісіге айттым, осында келіп тіркелейік деп. Ербол мырза айтады, сізге жақындаса, сіз атталып қойды. Сол фуршен жасады, мен атталып қойып оны. Мынаны жауап бердім, салафанмен қойып бердім. Ертеңгісі, балам білесің бе, жас бала ақсап орнынан тұрдым ғой. Артроз екен аяғы. Қимылдамайды, артқа айырмайды. Енді мен іздеп таба алмай жүріп күн болды, қолым тимейді, ол маған мынаны берші, мынаны сатшы дейді. Результат бұл қарам. Артрозы. Жағып отырып, массаж жасап отырып, мен бүйше өтінен аяғын орап тастадым, екі аяғымда. Анау түнімен қыздырған ол ғаламат, шешпеген. Анаған приятный, өткен суық, өмір бойы водитель болған, тракторда істеген, комбайнда жұмыс істеген, аяқ істемей алған. Мынаны жаққаннан кейін болды. Күнде звондайды маған. Ертең Алла қаласа келеді, тіркеліп қалар еді маған. Иә, айландыра жақтым, массаж жасадым. Жұқалап шығасыздар. А мен мынаны дейсінесін екі рет тездеттім еді, массаж жасау арқылы. Жақпаны жүріп емес, 48 сағат тездетіп жібердім. Көрдіңіз бе? Дұрыс айтасыз, жидкий пластир кәдімгі. Құрамы сол. Калий, магний, ион серебра, теріс ионды мына жерде. Серебро бар, жын бар. Активно тез действует, трансдермально тез действует.